Biz bugün қалалық паркке келдік семьямызбен. Бүгін мен сіздерге пневматикалық мылтықтың қалай главный призін алуды үйрететін боламын. Олардың кішкентай нысаналарды атып, 10-нама 8-не тигізсең главный призді береді деп айтатын еді. Өткен жылы бір қоянын алғанмын. Соны қалай атып тигізуге болады? Лайфхак көрсететін боламын сіздерге. Ол жерде мылтықтардың барлығын нысанасын бұрып тастаған, яғни қанша атсаң да тимейді. Олардың приздарын ешқашан ұтпайсың. Бірақ оның бір құпиясы бар. Қалай атып тигізуге болатын, соны көрсететін боламыз. Бұл жердегілердің дені мылтық көздегіштерін басқа жаққа бұрып тастаған. Ақша табудың амалы тағы. Әйтпесе мергендік қанында бар қазекең бұлар ғана бақыт аттырмай, бүкіл приздарын күнде ұтатын еді. Алдымен қағаз мешенге 3 оқ атып, ортасын шығарып алу керек. Так, мінекей 3 оқ мына жерге тиген. Екі жақынды қосамыз. Оның ортасынан алысты қосамыз. Оны 3-ке бөлеміз. Онда ортасы мынау болады. Сонда мен надан көздеген кезде ол мынаған тиіп тұр. Так, мынаған тию үшін мен надан енді аналарға тигізе бастаймын. Ма, ұста. Өткен жылы ғана осы парктен дәл осы әдіспен 10 нысанның 9-ына тигізіп главный призі дәу қоянды ұтып алғаным бар еді. Бүгін де сенімді болып келген едім, бірақ бұлардың ондай супер сыйлығы жоқ болды. Дегенмен бәрібір мен 2-ақ нысанды құлатып, қалғандарының түгелінен мүлт кеттім. Масқара ұятай. Ойлағаның болмай қалған кездегі көңіл күйдің қандай болатынын білесіздер. Бәріне тигіздім, тағы да призін ұттым деп видеоны жақсылап монтаждап, құлаққа тебе салуға да болады әрине, бірақ осы да қызық шығар. Шау тарта бастағаным ба, көзімнің нұр азаяйын деген ба, осылай болып қалды. Әйтпесе, құмырсқаның құлағына тигізетін мерген едім. Айтпақшы, өткен видеомды көрген 50 мыңнан астам адамның 1 мыңы ғана арнаға тіркелді. YouTube'ды енді ғана қолға алып жатқан бауырларыңызды қолдап, лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетсеңіздер, төменге пікір жазып дегендей. Ал бүгінгі осы, қош есен болыңыздар.